Махаббат хаты. Ағам тағы да Алматыға 1 айлық курсқа оқуға кетті. Үйде енді Күлімбала екеуміз ғана. Ей келіншек, сызылып бос отыруың жетеді. Жұмысқа шық деп ашуланып келіп тұратын бәзіл бригадир мұнда жоқ. Мұнда бірақ Қазбек бар. Иә, ағам барда біздің үйден шықпайтын ағамның жан жолдасы, анау санақ мекемесінде істейтін жылтыр бет Қазбек. Бір күні біздің үйге Жолдыбай келді. Екеуміз өзенге қарай кетіп бара жатыр едік. Арт жағымыздан Күлімбала шығып айғай салды. Жолдыбай, сен бері келші. Қасына барған Жолдыбайды Күлімбала ертіп үйге кіріп кетті. Мен әлгі орнымда таңырқағандай болып тұрмын. Жеңгем, менің жеңгем. Неге мені шақырмай Жолдыбайды бөлектеп шақырады? Жолдыбай көп кешікпей шықты. Анадай жерде тұрған маған қарап, саған айтатын қызығым бар дегендей жымиып көзінің астымен қарайды. Оның соңынан Күлімбала да шығып бізді бақылап тұр. Жеңгем саған не айтты деп Жолдыбайға жапса кетейін десем, Күлімбала арқамыздан тесірейіп қарап тұр екен. Бұлай таман ұзаған соң сұрамақпын. Жолдыбай өзі де айтпай шыдамас. Суға барар жолда әлгінде айтқан санақ мекемесі бар. Қазбектің мекемесі. Сол араға таман келгенде Жолдыбай үндеместен кеңсеге қарай бұрылды. Мен де бұрылдым. Бөрене үйдің алдына келіп, міне енді іркіліп тоқтап тұрмыз. Күлімбала бұл арадан бізді көрмейді. Не айтты ол саған? Жолдыбай қылмаң-қылмаң етеді. Бір қолы қалтада. Саған бір нәрсе көрсетейін бе? Көрсет. Жолдыбай маған конвертке салынып, аузы желімденген 2 бүктелген хатты көрсетті. Адресі жазылмаған. Жеңгең Қазыбекке бер деп берді. Менің ішім мұздай болып кетті. Жеңгем, Қазыбекке не жазуы мүмкін? Айтатынын бұлай-ақ бетіне айтпай ма? Мұнда бір гәп болмаса, не қылсын хат жазып? Ашып оқса қайтеді дедім Жолдыбайға. Қалай ашамыз? Ақырын ептеп ашамыз да, оқып, содан соң қайта желімдеп апарып береміз. Жолдыбай бірден келісті. Әйел еркектің құпиясын ол менен гөрі көбірек біледі де, көбірек түсінеді. Екеуміз кеңсеге де кірмей, Күлімбалаға да көрінбей тартып отырдық. Қауіпсіз оңаша келіп, конвертті аша бастадық. Кереге көз дәптердің бір парағының 2 беті. Тола жазу. Сиямен мәнерлі етіп, асықпай жазуға тырысқан. Мүмкін бірден жазылмаған хатта шығар. Бұл тәрізді хаттар әдетте талай жазылып, талай жыртылады. Талай рет өңдеуден, жөндеуден өтеді. Талай өшіріліп, талай көшіріледі. Әр сөзі мұқ шегеленген, бекем жазылған хат. Хат мазмұны қысқаша айтқанда мынандай. Қазбек бір кезде Күлімбалаға, менің жеңгеме, сен менің періштемсің. Сені көрмесем, тұра алмайтын ауруға душар болдым деген. Сәбидей аңқау Күлімбала оған сенгенде торға түскен. Арада бірталай күндер өтеді. Сатылған жоқ. Күлімбала 2 көзі 4 болып Қазбекті күтеді. Ал Қазбек болса жоламайды. Бұ несі оның? Келекесі ме? Ыза менен күйініш ішін мысықтай тырналып отыр. Шарасыз әйел осының бәрін қағаз бетіне қандай сөздермен түсіретінін енді өзің жобалап білерсің. Жолдыбай үшін бұл хат қызық тамаша, ал мен үшін қасірет. Ішім қызғаныштан алай-дүлей болып кетті. Күлімбаланы атарға оғым жоқ. Бәлем тоқтап тұр. Келсін ағам. Ағам келгенде сонда не істемекпін? Шіркін,
мына хатты қолына бере салсам. Жолдыбай көнер емес. Хатты Қазбекке бермесем, күлім бала мені құртады дейді. Онда бұл хатты көшіріп алайын. Жолдыбай бұған көнді. Уақиғаның шиеленісе түсуі оған да қызық. Екеуміз Жолдыбайдың үйіне келдік. Мен хатты көшіруге кірістім. Төп нұсқа алдымда жатыр. Бірде-бір сөзін бұзған да, қалдырған да жоқпын. Көшірілген хатты енді қайда сақтамақпын? Қалтамда жүрсе бірнешеден тозады. Екіншіден жеңгем тауып алып қоюы мүмкін. Біздің үйдің қасында бір топ долан ағашы өседі. Әлгінің басында Қараторғайдың ұясы бар. Ішіне жұмсақ болсын деп шөп төселген. Хатты ешкім көрмесін деп сол ұяның астына тығып қойдым. Енді тек ағам келсін. Екеуіңе көрсетермін бәлем. Каналым ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.